сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Құдайға шүкір, немерелеріңіз бар. Құдай шөбере сүюді нәсіп етсін сіздерге. Аман болайық, тек қана жақсылыққа тойға келейік. Енді жездем творчество туралы әлі айтып та жатыр. Менен сөз етпей қояйын. Көп рахмет. Енді осы кісілердің қатарында Ақмарал ханым түйіндесін, сонымен тоқтайық. Добрый вечер, дорогие гости. Дядя Мурат, поздравляю тебя с юбилеем, с такой красивой датой. Я хочу сказать, что я испытываю невероятную гордость, невероятную любовь за то, что я являюсь частью этой семьи, принадлежность имею к этой семье, потому что во главе этой семьи стоишь ты. И благодаря тебе, благодаря Ажеке нашей, в семье были привиты очень высокие чувства, глубокое уважение, почитание к старшим. При этом росли мы всегда по современным, скажем так, нравам. Спасибо, что ты для нас всегда был, будешь и есть примером интеллигентности, воспитанности, любви, красоты и многих-многих других эпитетов, которые присущи настоящему мужчине. Я хочу тебе пожелать крепкого здоровья. Получаю удовольствие от этой жизни, да, сейчас у тебя такой прекрасный этап, такой прекрасный возраст, когда уже все, чего ты достиг, должно работать уже на тебя. И, конечно, я хочу поздравить тетю Нагиму, мою любимую тетю Нагиму с юбилеем дяди Мурата. Как говорится, за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Поэтому все, наверное, что сейчас мы имеем, да, что сейчас есть у дяди Мурата, во многом это, конечно, ваша заслуга. Долгих вам лет, крепкого здоровья. Спасибо. Рахмет. Осымен қозғалып шығармыз, е? Сағым бол, таусылмайтын далаң болсын, енгеменде Төребек, Қазыбек бей, Әйтеке бейдей балаң болсын. Сосын ала тұрған ақжаулықты аналарымыз бен әкелеріміздің Аллах тағалам жасын ұзақ қылсын, бір құрмет көрсетіп қояйық. Енді былай қылайық, Мұрат әке, әрбір тілектен кейін суретке түсіріп отырамыз, е? Сондықтан да ешқайда кетіп қалмаңыздар. Бүгінгі сурет, ертеңгі тарих. Естелік фото, совместное фото на память. Алыңыздар. Айта беріңіз. Ортаға назар аударып қойып. Би тобының қыздары мен жігіттерін қарсылайық.
Міне Бурунчин Мұрат Мінайдарұлы жазиралы 70-дің тұғырынан мықтап табан тіреп, қайсыр жандардың 40 жасында ала алмаған берік қамалынан қиналмай аттан өтіп, 60-ында жері жүргендерге жеткізбей кетер шамасы әлі де бар. Және де осынау берекелі биікке ол жалғыз келген жоқ. Өзінің аяулы өмірлік жары Нағиманы қол тұттап бірге жетті. Бұған қоса екеуінің отбасын құрып шаңырақ көтергеніне 40 жыл болыпты. Бұл па шіркін деп, бүкіл ел тамсан қызғатын, бізге де жосты болсын деп ырымдайтын жас қой. Мұрат Мінайдарұлы өткен ғасырдың ортасында, сонау 1953 жылдың 21 сәуірінде Қостанай қаласында дүниеге келген. Ол бала кезінен өте еңбекқор, зеректе арманшыл, өнер десе ішкен асын жерге қояды екен. Досқа өте адал, ел алдында құрметі жоғары болды. Мұндай тәлім-тәрбие бұл қыздарын әлдей күнден әлпештеп, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп, елден кем қылмай жеткізген аяулы анасы Жабағина Мұсафиха Есентас қызының арқасы. Ол кісі 1929 жылы дүниеге келген. Қостанай облысы Ұзынкөл ауданының тумасы. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мұғалім. Ал 1923 жылы туған әкесі Бурунчин Мінайдар Қасымұлы да осы Қостанай облысының Ұзынкөл ауданының перзенті. Ұлы Отан соғысының ардагері. Бір адамға деген ықылас пейілі, 1000 адамға шуақ болып төгілетін осындай жандардан нәр алған ұлдары Мұрат та көпшіл азамат болып өсті. Осы әсем қала Алматыда өзінің мұқаметпен дүйсендей жан достарымен танысып, қайтып алмас жасық шағын өткізді. 79-да үйлендік. Ол кезде мынандай рестораннан болмайды, ол кезде үйде өткізетіміз тойды өзіміз. Біз бір квартир жалдап, үлкен пәтер жалдап, сөзді өткіземіз қойды. 44 жыл болды неке. Биыл 44 жыл болды үйленгенімізге. Өмірлік жары Нағиманың да осы салада істеген еңбегі өте жоғары мадей. Мұрат нөмір таза, киімі үтіктеулі, жағасы таза, мұнтаздай болып күнде жұмыста солай отыратын. Ол әрине жолдасының Нағиманың үлкен еңбегі. Консерваторияны бітірген соң 2 жыл Жамбыл атындағы мемлекеттік филармония хор капелласында әнші болды. 1985 жылдан бастап бүгінге дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде жұмыс істеп келеді. 28 жыл бойы үздіксіз хор дирижері және ән кафедрасының меңгерушісі, профессор. Кешке үйге келсем, қарындасым екеуі, мамам екеуі, ол кезде Алматы шағын бар ғой, вечерний Алматы деген газет. Қолдарында сол газет. Ой, Мұрат, мінекей қыздар педагогикалық университетінде конкурс жариялап, сол жерде дирижер Қарабек мұғалім керек екен деп сөйтіп айтып жатыр да. Мен айтамын, мама, ой, ондай ол жерде уже баяғыда уже дайындап қойған шығар біреуді деп айтамын да ол кезде. Том шеше алмайды, барып көрмейсің ба деді. Сөйтіп барып, неге ЖНП-ге барып, ол кезде ЖНП қазір ұлттық педагогика университет болды, ол кезде ЖНП. Сонда барып, енді конкурсқа қатыстым. Сол конкурсқа қатысқанда біз осы бір орынға 4 адам алды. Голосование болды, дауыс берді советте, ол кезде 14 адамға. Сол 14 адамның ішінен біреу қарсы болды, 13 адам за болды. Сөйтіп, мен осы ЖНП-ге, қазіргі университетке, сөйтіп сол 85 жылдан бастап кірдім. Жаңадан Қарабек дирижер дегеннен кейін бәрімізге қызықты. Қандай азамат келді екен деген коридорда боламыз, студенттермен отырамыз. Сонда жаңағы кіріп келгеннің өзінде керемет костюмімен басы жоғары, шаш деген қайырылды. Жап-жас азамат, сұңғақ бойлы әдемі, сұлу жігіт кіріп келмейме. Бәріміз енді үлкеніміз бар, кішіміз бар, сәлемдесіп, қарсы алып, сөйтіп алғашқы көрген ойымыз, ой топшылауымыз керемет болды. Біздің ойымызда жақсы сурет, мүсін өзі тұрған бойы. Сөйтсегенде ар жағында керемет адами қасиет деген керек екен. Жақсы білімді, училищені консерваторияны бітіріп, Молодовтың қасында болып, ол кісі де ойын айту.
содан біраздан кейін бізге келудің өзі біздің факультетке берген жақсы маманның бізге келуі біздің факультет үшін, жастарымыз үшін үлкен бақ деп есептеймін. Сонда Мурат Минайдарович жас жігіт болып келген екен жұмысқа. Сонда сағыз жұмағасқарыңыз, ал енді Мурат саған тапсырдым деп осы хорды сөйтіп ол кісі өзінің докторлық диссертациясын қорғауға кеткен. Сол кезде не істейтін, мен кезінде хорды сол Мурат Минайдарұлы Бурунчинға тапсырдым деп сөйтіп айтатын. Мурат келген беттен-ақ ол кісінің классына көптеген студенттерді берді ғой. 45 минуттан жеке сабақ өтеді. Сонда бірнеше студенттерді берді, сонда хорды да берді ау деймін. Хор жүргізетін азаматтар болды, соның ішінде бұл сенді капеллада болып, біраз біз тәжірибе жинап келді ғой. Сонда хор коллективінде жүргізді. Әрбір курста бір хор болады, мысалға. Сонда бұл кісінің аса шебер хормейстер екенін сездік. Себебі ол жасаған хорда бір фальш болмайды. Аранжировка жасайды хорға. Хорға лайықтайды оны. Оны фортепианомен сүйемелдейтін адамды өз таңдап алады. Сөйтіп, білікті де таза кәсіби деңгейдегі әрбір әнге көңіл бөліп соны шығаруға бұл кісі керемет ықпал ететін адам ғой. Bana cüssüz